Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін бал қосылған өте дәмді печенье жасаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, бал, тұз, греческий орех, қопсытқыш, қант, сары май және ұн қажет. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне шым-шым тұз салып, қантымызды саламыз және балды құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ертілген сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Үстіне қопсытқышымызды салып, араластырамыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр қылып иілейміз. Неке бізде қамырымыз дайын, жұп-жұмсақ әдемі қамыр пайда болды. Пакетке салып, тұндырып қойамыз. Орехымызды осылай саламыз, блендермен. Енді езіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, оқтаумен езсеңіздер болады, пышақпен майдалап кессеңіздер болады. Неге бізде дайын. Тәрелкемізге салып дайындап аламыз. Бұл бізде бетіне қажет болады. Біздің қамырымыз 10 минут тынып тұрды. Енді бөліктерге бөлеміз. Енді осылай домалақтап, осылай қолымызбен басамыз видеодағыдай. Алдымен жұмыртқаның ақуызын жағамыз. Осылай жағып шығамыз. Енді дайындаған орехымызға осылай батырып дайындаймыз. Мінекей, осылай дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут ұстаймыз. Мінекей, біздің печеньелеріміз дайын. Қараңыздаршы, қандай керемет болып пісіп шықты. Өте дәмді. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер, жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.